Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Амина. Бүгін сіздермен осындай өте керемет және де өте дәмді шығатын торт пісіретін боламыз. Видеоны аяғына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз қамырын жасаймыз. Қамырын дайындау үшін ұнға біраз рахметелді салып араластырамыз. Одан кейін өсімдік майы, қант, жұмыртқа, су және де ас содасы мен уксус қажет. Ең алдымен жұмыртқаны салып, қантпен екеуін жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Қантты мен екіге бөліп саламын, сіздер бірағынан қоссаңыздар да болады. Қантпен жақсылап араластырып болғаннан кейін өсімдік майын құямыз. Барлығын жақсылап біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Енді разрыхлитель салынған 12-ін жаңа илектен өткізіп қоспамызға қосамыз. Мен бұл жерде онды 4 бөлікке бөліп саламын. Ең алғаш бөлігін салғаннан кейін су құямын. Міндетті түрде су құю қажет. Ато жаңа қамырларыңыз кәдімгі еленген қамыр сияқты болып қалады. Мінекей, бірінші бөлікті араластырып болдық. Енді қаймақ су құямыз. Міндетті түрде қаймақ су болу қажет. Температурасы 50 градус болу керек. 50-60 градус. Су құйғаннан кейін барлығын жақсылап араластырып, одан кейін ұннан қалған бөліктерін саламыз. Ұнның барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін ас содасын уксус қосып, жаңа газ етеміз. Екеуін жақсылап араластырып, қамырымызға құямыз.
бұл жерде жаңағы ас содасының реакциясы кеткенше қамырымызды жақсылап араластырамыз. Духовканы 250 градуста қыздырып қоямыз 5 минут. Одан кейін қамырымызды духовкаға жібереміз. Менде қалып диаметрі 20 см. Сіздер одан үлкенін алсаңыздар да болады, ал одан кішісін алсаңыздар, қамырды екіге бөліп пісіру керек болады. Қалыптың түбіне міндетті түрде пергамент қағазын салыңыздар, ата-көте жабысып қалуы мүмкін. Қамыр жаңа бисквиттің дайын болғанын ағаш жаңа таяқшаның көмегімен көруге болады. Енді кремімізді дайындаймыз. Оған 1 жұмыртқа, қант және де 200 мл сүт қажет. Сүтке ең алдымен жұмыртқаны салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырғаннан кейін қант қосамыз. Қантты барлығын бірге салсаңыздар да болады, ішін кетпейді. Қант жақсылап араластырғаннан кейін орташа отқа қойып, жаңа қайнатамыз. Ең бірінші қайнағанша орташа отта ұстаймыз, ал қайнағаннан кейін астын міндетті түрде басып қойыңыздар. Менде бұны қайнату үшін 10 минут кетті, және де қайнағаннан кейін тағы да 5 минут араластырдым. Міндетті түрде араластырып тұруды ұмытпаңыздар, себебі жаңағы түбі жабысып қалуы мүмкін. Мінекей араластырғаннан 5 минут өтті, бетін осындай көпіршіктер пайда болады. Ол ештеңке етпейді. Кейін қайнағаннан кейін ол көпіршіктер кетіп қалады. Мінекей менде 10 минут өтті, барлығы қайнап жатыр. Тағы да 5 минут араластырамыз. Смесіміз қайнап қоюланғанға дейін араластырамыз. Одан кейін барып астын өшіреміз. Міндетті түрде таза және бөлек ыдысқа құйып, бетін контакт жаңағы пищевой пленкамен жауып, бөлме температурасына дейін салқындатамыз. Мінекей кремнің заварной основасы дайын. Менде 1 сағат кетті сол үшін. Одан кейін май қажет. Бұл жерде менде сары май және де шоколадты май. Екеуін араластырсаңыздар өте дәмді шығады. Және де тек сары майдың көмегімен жасасаңыздар да болады. Барлығы жаңа воздушный болғанша миксерлейміз. Одан кейін жаңа заварной основамызды үлкен қасықтың көмегімен қасықтап құямыз. Міндетті түрде 1-2 қасықпен ғана құйыңыздар, ато жаңа кремдеріңіз іріп кетуі мүмкін. Яғни бір-біріне бірікпей қалады. Мінекей креміміз дайын болды, барлығын жақсылап араластырдық. Видеода көргендей өздеріңіз крем формасын өте жақсы ұстайды. Енді торты құрастырамыз. Бисквитті мен 3 бөлікке бөлдім. Менің бисквитімнен 3 бөлік жаңа шықты. Кремді 3 бөлікке бөліп аламыз. Жаңа бірдей 3 бөлікке бөлеміз, және де
3 қасық бөлек крем алып қоямыз. Мен жан-жағына қазір әсемдейміз. Жаңағы алып қойған 3 қасыққа кремімізбен жан-жағына жағып шығамыз. Мен бұл торттың жан-жағын бисквиттің крошкаларымен әсемдейтін боламын. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Қалған бөлек кремді бетіне жағып, бетін түзелеп шығамыз. Жаңа айтқандай, жан-жағына бисквиттің крошкаларын жағып шығамыз, сеуіп шығамыз. Мен бұл крошкаларды қолмен өттім. Сіздер блендердің көмегімен өтсеңіздер де болады. Немесе салафанға салып, оқтаумен өтсеңіздер де болады. Сонымен қатар мен шоколадтың көмегімен де әсемдеймін. Сіздер шоколадты үгітіп салсаңыздар да болады, мен үгіттеймін. Мінекей, осылайынан шоколадтың көмегімен әсемдеймін. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бисквитіміз өте жұмсақ, себебі шоколад оңай тұрып жатыр. Енді осы дайын болған тортты холодильникке 1,5-2 сағатқа қойып қоямыз. Міндетті түрде холодильникке қойыңыздар. Мінекей, тортымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоны аяғына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Амина. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.